сәлем, мен атым Үлкена, және сіздер менің арнамдастар. Бүгінгі видео тақырыптан көргендеріңізде лайфхактар туралы видео болады. Білемін, сіздерге лайфхактар туралы видео өте қатты ұнайды. Сол себептен де мен бүгінгі видеоны түсіріп отырмын, және сіздерге қызықты болатынына сенімдімін. Ендеше мен бірге қалыңыздар, ал мен видеоны бастаймын. Бірінші лайфхак. Мен сіздерге бұл лайфхакты мынадай бір майысып мұждалып жатырған осындай 10 емес қағазды қалай түзелтуге болатындығын көрсететін боламын. Ендеше кеттік. Бізге бұл жерде қажет болатыны көріп тұрғандарыңыздай үтік қажет болады. Осыны тоғын тығамыз да қатты қыздырмай қағаздың үстін осылайынан үтіктейміз. 2-3 қайтара айналдырып үтіктесек жетеді. Мінекей болды, өте керемет болды. Біздің қағазымыз бұрынғысынан әдемі болды, яғни түзелеттік. Керемет. Егер де сіздің канцелярский пышағыңыз дұрыс кеспейтін болса, ол үшін сіз осы пышақтың артына қарай айналдырасыз, және осы артындағы бір қалпақ сияқты бірдің кестесін алып, осы басына қарай видеодағыдай жасайсыз. Содан кейін оның бір бөлігін сындырып аласыз. Арнайы белгілермен өзі сызылып тұрады. Болды, мінекей біз осында бір бөлігін сындырып алдық. Енді біздің канцелярский пышағымыз бұрынғысынан да өткір, әрі керемет болып жұмыс жасайды. Үшінші лайфхак. Егер де сізде осындай стикер болса, және сіз оны осындай әдіспенен алатын болсаңыз, онда бұл әдіс дұрыс емес, яғни оны жабыстырған кезде ол айналып кетеді, не болмаса ол тұрып тұрады, яғни ыңғайсыз болып көрініп тұрады. Бұл дұрыс емес. Ендеше мен сіздерге оның дұрыс тәсілін айтатын боламын. Ол үшін кәдімгі стикеріңізді осындай видеодағыдай әдіспенен алыңыз да жабыстырыңыз. Және де салыстырыңыз, екеуінің айырмашылығы бар, өте жақсы көрініп тұр. Мен қазір 10 минуттан кейін лайфхактар туралы видео түсіремін. Жаңа қандай видео түсірем деп едім. Туф. Ұмытып қалдым. Бұл жағдайда сізге кәдімгі қарапайым стикер қажет болады, яғни сіз стикерді алыңыз да, және оған өзіңіздің қазір аздан кейін жасайтын жұмысыңызды, не болмаса маңызды бір нәрсені жазып қойыңыз. Және енді осы стикерді алып, күнделікті жүретін жеріңізге, не болмаса көрініп тұратын жерге жабыстырып қойыңыз. Содан кейін аздан кейін қарайтын болсаңыз, сіз осы жұмыс жасайтыңыз есіңізге түседі. Керемет. Егер де сізде мынадай бір степлерлер болса, және олар осылайынан майысып қалған болса, онда оны жөндеуге болады. Ол үшін сізге мындай өте ыстық суға қажет болады. Осы ыстық суға жаңағы майысып қалған степлеріңізді салып жіберіңіз. Одан кейін біраз уақыт өткеннен кейін нәтижесін көреміз. Бірақ та мен бұл лайфхактың орындалатынына сенімді емеспін, яғни бұрын-соңды өзім істеп көрген жоқпын. Бүгін тексеріп көріп жатырмын. Әзірге ешқандай нәтиже жоқ, және ол орындалмайтын лайфхак. Сол себептен де бұл лайфхак маған ұнамады. 6-шы лайфхак. Сіз қандай да бір кітап оқып отырасыз, және сол кітаптың қай жеріне келгеніңізді белгілеу үшін сіз осылай кітапты майыстырғыңыз келеді. Бірақ та бұлай жасаудың қажеті жоқ. Ол үшін арнайы кішкентай жіңішке стикерлер болады. Сол стикерлерді жабыстырып қоюыңызға болады. Бірақ та ол стикерлерді жабыстырғаннан кейін сіз кітапты сөмкеңізге не болмаса басқалай ұстаған кезде ол майысып қалады. Одан кейін сізге айтар лайфхагым, одан үлкенірек бір стикер алыңыз. Және сол стикерді видеодағыдай кітапқа жабыстырыңыз. Болды. Кітапты жапқаннан кейін де стикеріміз жабылмайды, және бетті оңай тауып ала аласыз. Өте керемет. 7-ші әрі соңғы лайфхак.
Егер сіздің бөлмеңізден жағымсыз иіс шығып тұрған болса, ендеше сіздерге мынадай заттар қажет болады. Осындай бір арбез. Арбезді сіз әрбір жерден заказать ете аласыз, не болмаса ұсақ-түйек сататын магазиндерден емін-еркін таба аласыз. Сосын қандай да бір духи, яғни әтір қажет болады, өзіңіздің сүйікті духиіңізді алыңыз. Және де осы духиді арбезге бірнеше рет сеуіп жіберіңіз. Болды, енді сіз осы арбезді өзіңіздің бөлмеңізге қойып қойыңыз, содан кейін сіздің бөлмеңізде керемет иіс шығып тұратын болады. Болды достар, бұл видео менен аяғына жетеді, және сіздерге бұл видеоны әбден ойдамын. Егер ұнаса, әрине лайк басып, менің атыма жазылуды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.